мінекей таңертең сағат примерно 6 жатында сондай уже қысқа таман осындай болады. Сағат бой жұмысқа аттанайын деп тұрған бар. Суларға шыдам кетейін деп жатсыңдар ма? Сулардың жоқ екен, бәсеке. 1 минут қазір. Ассаламағалейкум достар, мінекей бүгін менің тағы да бір қарапайым күнім. Бүгін бұйырса ағаш кесетін боламыз. Далаға шығып бараттым, содан кейін есікті ашамай әрең ашқансың ғой. Далаға шығып біраз ойланып тұрдым да, кілтті ұмытып кеттім, осы кілтті алып келуге қайтадан ішке қарай кірдім, киім шешілмей жатыр. Сөйтіп үйге кірдім дағыны, кілтті алдым, кілтті алып гаражға қарай бет алдым. Мынау да киілмей қойды. Міне ағашты алып мына жерге қойып қояйын қазір. Ол кілтті не үшін лақтыра салмайды, баш керек екен ғой маған. О, есікті ашайын деп жатыр. Кірмей атқан ай. Қазір тұра тұрыңыздар. Әйтеуір ашылды ғой. Осы скейтборд тауып алдым. Мынау жүрмейді ғой жота. Деп тебе салдым. Содан кейін міне мынау керекті заттар. Болгарка емес пила. Сосын кейін мына қайшы, не керек, сары не екен білмеймін. Және өзім есептейтін рулетка. Так, енді неден бастаймыз? Так, есептейік. Мына жағы міне 38 сантиметр екен. Оны белгілеп аламыз да. Енді екінші бетін белгілейін. Екінші бетін белгілеп болғаннан кейін бұны сызамыз. Дүзелеп тұрып сызамыз да. Болсай тесте сызсай. Так, енді маған не керек? Ағаш керек, әлбетте астына қоюға қауіпсіздік шарасы үшін. Сол үшін ағашқа қарай кетіп баратырмын. Мына жерде ағаштар көп екен. Енді міне мына ағаш жарайтын сияқты. Осы ағашты алып барайық. Міне ағашты алып келдім. Енді астына саламын. Астына саламында бұл көп тұрғандарыңыздай жаңа пиланың несі неге тимейді. Енді тоқ керек. Розеткеге тоқты тығу керек, дұрыс па? Үйге кірдім, сөйтіп үйге кірдім. Тоқты тықтым. Ай, красавчик. Енді барып аяқ киім дұрыстап алдым да, қайттан киіп, қайттан далаға шығып баратырмын. Мінекей тоқты бүйтіп бір-біріне жалғадым. Енді маған кесу ғана қалды. Бағана сыз қойған жерімді қайтадан кесу керек болып жатыр. Енді кесетін шығармын. Емес, кесейін деп жатыр міне. Қазір кесем. Әлі ойланып тұрған емес. Кесей болды дейсіз. Бұны енді жарты сағат кесем енді. Осы тұста бірден айтып кетейін. Жалпы жұмыс істеп жатқан кезде байқаңыздар, сақ болыңыздар, себебі қауіпсіздік техникасы, қауіпсіздік ережесін сақтау әрбір жұмыста өте маңызды. Жарайды, кесіп болдық. Енді маған жоқ, тұра тұрыңыздар, мына жерден қате кетті. Міне сызықты қарасаңыздар, міне мына жерде тұр, ал мен ар жағынан кесіп жіберіппін. Енді бұны қайтадан кесу керек болды. Так, енді қайтадан кесейін деп жатырмын. Тоқты шығарып алайын қазір. Сөйтіп қайтадан кесейін деп қайтадан қостым, қосылды. Енді қайтадан кесеміз. Қайтадан кесей бол тез не қаптысын. Короче, тез кесей бол тез. Нұрекей, давай. Нұрекей, давай, бол. Деп кесіп атырғайды. Кестім. Енді кішкентай қалды. Кішкентайын кесу керек болып отыр.
видео үшін кешірім сұраймын тағы да. Енді барынша тырысып жатырық. Енді ұзын видео болғанда бұл өзі жалпы 6 минут па сондай ғана видео құрайды деп ойлаймын. Барынша қазір көреміз, соңына дейін көріңіздер. Тағы да былай ұзартқым келеді. Енді үстін сүрту ғана қалды. Бұны Бекуш жасайды. Айтпақшы достар деп қалайды. Жалпы менің бауырымның каналы шықты, канал ашылды, соған тіркеліп кетті. Мынандай қолымды кесіп алыппын, байқаусыздар. Жалпы байқасаңыздар, жетірет өлшеп піллет кес деген нәрсе деген қалайды. Сөзге, амал айта алмай қалдым, сондықтан да жаңағыдай 2 рет кестім. Мені қысқаша айтқанда бүгінгі видео осымен бітті, тәмам. Ары қарай түсіргім келеді ақ, бірақ та энергия жетіспей тұр. Ертең түсіруге болады, бірақ ертең басқа видео пландап отырмын, сондықтан бұйырса. Осымен видеоны аяқтаймын. Түйіні сол, жетірет өлшеп піллет кес. Әр нәрсені істемес бұрын көбірек ойланып, көбірек өлшеу керек, көбірек сызу керек, жазу керек. Содан кейін барып амал іс-әрекетке кірісу керек деп түйіндедім. Бүгін жалпы Новойдан канал ашып беріп отырмын. Енді бауырыма барынша қызықтыруға тырыстым. Қызықты, әлбетте мен қуаныштымын. Енді неліктен оны ютубқа қызықтырдым деп ойласаңыздар, жалпы ютубта адам өзінің жаңағы іс-әрекеттерін көре алады, өзінің дамып жатқанын көруге болады. Яғни дамып жатқан нәрсені, егер де сен бір әрекет істеп жатсаң, оны міндетті түрде сен жазуың керексің, не болмаса түсіруің керексің. Сол кезде ғана өзіңе миыңа барады да жаңағыдай нәрселер, яғни ақпараттар барады, мінекей сен дамып жатсың, сен өсіп жатсың деген сияқты нәрселер. Сол кезде адам бақытты болады, біріншіден, екіншіден ары қарай тағы да өсе бергісі келеді, одан сайын кругозор кеңейе береді деген сияқты нәрселер. Қысқаша айтқанда осы, міне бүгінгі видео осымен тәмам деп 3-ші рет айттым ба. Жақсы, сау болыңыздар.